Başla. Мен Балашов Қанат Төлеуұлы, нөмірі 92-ші мамандырылған лицей, Алматы қаласы, Бостандық ауданының математика пәнінің мұғалімімін. Мен сіздерге ұсынып тұрған элективті курстың бағдарламасының тақырыбы функционалдық сауаттылықты дамытуда қолданбалы геометрия есептерін инновациялық әдістермен оқыту. Бұл бағдарлама 9-шы сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Бұл авторлық бағдарламаның өзектілігі функционалдық сауаттылық пен қолданбалы білімге бағытталған геометрияны оқыту жаһандық білім беру кеңістігінің басты тренді болып табылады. Қазақстандық білім беру жүйесінде геометрияны STEM бағытымен кіріктіре оқыту оқушылардың ғылым мен технологияны өмірлік жағдаяттарда қолдану қабілетін арттыруға мүмкіндік береді. Бағдарламаның мақсаты оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту үшін STEM бағыт аясында қолданбалы геометрия есептерін инновациялық әдістермен оқыту арқылы логикалық ойлау, кеңістік елестету қабілетін және өмірлік жағдаяттарды шешу дағдыларын қалыптастырады. Негізгі міндеттер: геометрия өмірмен байланысын көрсететін қолданбалы есептер жүйелеу, инновациялық оқыту әдістерін қолдану, оқушылардың логикалық және сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін дамыту, кеңістік ойлау және елестету дағдыларын жетілдіру, STEM бағыты арқылы пәнаралық байланыстарды күшейтіп, топтық жұмыс және ынтымақтастыққа негізделген тапсырмаларды ұйымдастыру, геометриялық білімді күнделікті өмірде қолдана білуге үйрету, оқушылардың зерттеушілік қабілетін ашу және шығармашылыққа ынталандыру, функционалдық сауаттылыққа бағытталған бағалау жүйесін енгізу. Бұл авторлық бағдарламаның 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім геометрияның өмірмен байланысы, екінші бөлім геометриялық модельдеу және түрлендірулер, үшінші бөлім өмірлік жағдаяттарда байланысты есептер, төртінші бөлім зерттеу және шығармашылық жұмыстар. Енді бұл бағдарламаның арасындағы мен бүкіл тақырыптарға тоқтамай, негізгі тақырыптарға кішкене шолу жатқызсақ, мынандай тақырыптарда қамтылған: геометрияның тұрмыстағы қолданысы, өлшеу құралдары және өлшем бірліктер, құрылыс пен сәулет өнеріндегі геометрия, үш өлшемді фигураларды бейнелеу элементтері, геометриялық фигураларды ойша модельдеу және талдау, құрылыс алаңындағы есептер, тұрмыстағы көлем және аудан есептері, шығармашылық тапсырмалар, күрделі көп қадамды есептер. Осы ішінде 34 сағаттың ішінен осы бірнеше тақырыптарды мен атап өттім. Ал негізгі жаңалығы, бағдарлама қолданбалы геометрия есептерін оқытуда жобалық, зерттеушілік және актыға негізделген инновациялық әдістерді тиімді қолдану болып табылады. Бұл авторлық бағдарлама қазіргі өмір талабына сай деп есептеймін. Назарларыңызға рахмет. Керемет, жақсы, рахмет.